Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 73-ші сабақ заттың қимылын білдіретін сөздер тақырыбын өтетін боламыз. Олай болса, бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бірінші жаттығу: мәтінді түсініп оқы. Табиғат құбылыстары. Табиғатта әртүрлі өзгерістер болып тұрады. Күн мен түн алмасады, жаңбыр, қар, бұршақ жауады. Жел соғып, күн күркірейді. Найзағай жарқылдайды, қар ериді, су тасиды. Өзендер мен көлдерге мұз қатады. Табиғаттағы мұндай өзгерістер табиғат құбылыстары деп аталады. Мәтін дүниетану анықтамаларынан алынған. Балалар, енді осы мәтінге байланысты берілген сұрақтарға жауап берейік. Табиғатта қандай өзгерістер болады? Табиғатта әртүрлі өзгерістер болып тұрады, иә? Қар ериді, қар жауады, жаңбыр жауады, және де мұз қатады деген сияқты, иә? Табиғат құбылысына нелер жатады? Табиғат құбылыстарына қардың еруі, су тасу, найзағай ойнау, өзендер мен көлдерге мұз қату сияқты өзгерістер болып тұрады. Келесі екінші жаттығуға назар аударыңыздар. Көп нүктенің орнына керекті сөзді қойып жаз. Керекті сөздер: күркірейді, жауады, алмасады, жарқылдайды деген сөздер. Жазған сөздеріңе сұрақ қой, ол сөздер нені білдіреді? Балалар, мынандай сөйлем құрадық біз, иә? Күн мен түн алмасады, жаңбыр, қар жауады, күн күркірейді, найзағай жарқылдайды. Алмасады не істейді? Алмасады. Жауады не істейді? Жауады. Күркірейді, жарқылдайды деген сөздерде не істейді деген сұраққа жауап береді. Мына ережені есте сақтаңыздар. Заттың қимылын білдіретін сөздерге не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтар қойылады. Мысалы, ұшты, жүргізді, барды, оқыды. Бұларға ұшты не істеді, жүргізді не қылды, барды, қайтты, оқыды не істеді деген сұрақтарға жауап береді екен. Келесі үшінші жаттығу: сөйлемдерді тиісті сөздермен толықтырып айт. Жаңғақ: дейін жаңғақ жейді, иә балалар? Ал піл тышқаннан қорқады, түлкі арыстаннан қашады. Осымен балалар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақ сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Егер де сабақ түсінікті болса, лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарий бөліміне жазып өтіңіздер. Міндетті түрде жауап қайтаратын боламын. Каналға тіркелмеген болсаңыз, Зерек бала 2 каналына тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.